Армысыздар, ардақты көрермендер, құрметті оқырмандар. Бүгін біз керекті видеомыз бастайтын боламыз. Бүгін біз Шыңғыс хан дәуіріндегі мемлекеттік заңдар жиынтығы яса туралы айтатын боламыз. Кезінде Шыңғыс хан қабылдаған заңдар жиынтығы түркі тілінде яса немесе ясақ деп аталған болатын. Сол заманда бұл заңдар жиынтығы ұйғыр жазуымен кітап болып жазылған. Шыңғыс хан өзінің билігін осы заңдарға сүйеніп жүргізетін болған. Енді ясаның түп нұсқасы біздің заманымызда дейін жетпеген. Бірақ онда жазылған баптардың үзінділері кейбір жырнамашылардың жазбаларында сақталып қалған. Парсы тарихшысы Атамалик Жувенидің айтуынша, бұл кітап ұлық яса бітігі деп аталған екен. Ясаның ішінде қоғамның сан саласын қамтитын заңдар жиынтығы болған. Яғни жасаның өзі бірнеше бөліктерден тұрған. Соның ішінде әскери істерді басқару, қылмыстық істерді қарау және жазалау, жанұя жайында және оның міндеттері жайлы, содан кейін мемлекетке қызмет еткен адамдарды марапаттау, содан кейін әртүрлі тыйымдар жиынтығы болған. Енді жаңа айтып отырмыз, ясаның түп нұсқасы біздің заманымызға дейін жетпеген. Бірақ ясаның баптары үзік түрде көптеген жырнамаларда сақталған. Солардың ішінде Юан Чаубешиде, Жувенидің тарихи жаһан құшайында, Рашид ад-Диннің Жамиғат тауарихында, содан кейін мынау арабтардан Алтын Ордаға келген Ибн Баттута деген саяхатшының кітабында, содан кейін египеттік тарихшы Макризидің жазбаларында кездеседі. Енді былай қарап тұрғанда, яса деген сөз негізі тәртіп деген ұғымға жақын. Бұл негізі орыс тіліндегі порядок деген сөзге келеді. Мына Жувенидің мәліметі бойынша сап түзеп тұрған әскерді ясал деп атайды екен. Содан кейін сол әскердің жүріс-тұрысын, сап түзеп ретімен қозғалуын бақылайтын және тәртібін қадағалайтын әскери қызметті ясауыл деп атаған. Ясауылдар әскердің тәртібіне жауапты болған және олардың ретті, сап түзеп қозғалуын бақылайтын болған. Ясауыл деген сондай сол кезде әскери қызмет болған. Енді бұл яса деген сөз негізінде жасау деген сөзден шыққан сияқты болып көрінеді. Бірақ енді тікелей кейбір тарихшылар айтады, оны бұл жаса деген сондай бұйрық орайлы сөз, ол жаңағы тікелей жаса, солай істе деген мағынаны береді дейді. Бірақ та ол тікелей олай емес сияқты. Дегенмен де жаса деген сондай тәртіп, реттеу, ретке келтіру деген сияқты сондай мағына береді. Бұл түркі тіліндегі сөз. Енді ясаның қанша баптан тұрғаны бізге белгісіз. Бірақ сол ясаның әрбір бабының жоғары жағында мөңге тәңірин күчүндүр деген сөйлем жазылатын болған. Енді бұл жаңа жасаның өзін тәңірінің қолдауымен жазылған дегенді білдіреді бұл. Яғни бұл тек адамдардың қалауы емес, бұл тәңірінің де қалауы деген мағынада. Яғни жасаның әрбір бабының жоғары жағында мөңге тәңірин күчүндүр деген сөйлем жазылатын болған. Енді яса деген сөз мына Шағатай ұлысында, содан кейін құлағу Иран илхандығында осында яса түрінде айтылған, ал Жошы ұлысында бұл жаса нұсқасында айтылатын болған. Жаса.
Кейде оны жасақ деп те айтады. Яса, ясак немесе жаса, жасақ деп те айта береді. Ол кітаптарда солай жазыла береді. Бұл жаса заңы Алтын Ордада сол өзбек хан билік құрғанға дейін қолданылған. Содан кейін өзбек хан билікке келгеннен кейін ол мынау мұсылман дінін бірінші орынға шығарып Алтын Орданың мемлекеттік діні ретінде сондай жоғарыға көтергеннен кейін негізгі жаңа мемлекетті басқару шариғи жолдарға өткеннен кейін бұл жаса қолданыстан шыға бастаған. Яғни бұл ескірген жоба ретінде қалып, солай қолданыстан шығып қалған. Ал енді мынау осы күнде Түркияның өзінде түріктер осы заңдарын яса деп атайды. Заңдарын яса деген оларды заң. Ал конституцияларын жаңағы анаяса деп атайды. Анаяса. Ол біздің жаңағы ата заң деген сияқты сондай мағынада айтылған ғой енді. Ал мынау осы күнгі мынау шығыстағы халқалар бұл ясаны өз тілдерінде засак деп айтады. Засак. Бірақ засак деген нұсқада ешқандай жазбаларда бұл сөз кездеспейді. Ешқандай жазбаларда ондай засак деген сөз кездеспейді. Бұл жаңа түркінің жасақ деген сөзін солай өздерінің тілдеріне жаттықтырып алып засак деп атап кеткен. Ал енді мына бізге көршілес шығыста Алтайды қоныстанып отқан алтайлықтардың да тілінде олар заңды жасақ деп атайды. Заңдарын жасақ дейді. Яғни бұл қорыта айтқан кезде бұл жаса деген сөз түркінің сөзі. Бұл сол замандағы Шыңғыс хан мемлекет басқару үшін қабылдаған негізгі, былайша орысша айтқанда устав деген сөз ғой бұл. Осы жаса заңымен ол өз мемлекетін осылай басқаратын болған. Ал енді видео ұнап, мәліметтер сіздерге қызықты болған болса, тағы да бұдан да жақсы мәліметтерді тыңдағыларыңыз келетін болса, видеоға лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.